армысыз, қадірлі көрермен? Бұл видеода осы білезіктің тарихын айтып беретін боламын. Білезікке шамамен 300 жылдай уақыт болған десем қателеспеймін. Бұл білезікті менің нағашы әжемнің анасы таққан екен. Менің нағашыларым жер жаннаты Жетісу өңірінің тумалары болып келеді. Сонау 30 жылдың тоқырауында ашаршылық кезінде қазақтар Қытайға жер аударады. Сол кезде менің нағашыларым және әкемнің туыстары да Қытайға өтіп кетеді. Сол кезде осы білезік әжемнің қолында Қытайға барып, содан қайтып келген екен. Менің анам да, әкем де Қытайда дүниеге келген қазақтар. Аталарымыз өз жерін аңсап, елін аңсап қайтқанда осы білезік бірге қайтқан. Әкем де, анам да көп балалы отбасынан шыққан адамдар. Сондықтан да анам ырымдап осы білезікті үйдің кенже қызы маған беріп, сен де ана атан, қыз өсіріп, осы білезікті қызыңның қолына тақ, ұрпақ жалғассын деп ырымдап маған берген. Мен үшін бұл өте биік дәрежелі құрмет. Нағашы әжелерімнің әруағы қолдап жүрсін деп осы білезікті мейрамдарда, қонаққа барғанда тағып алатыным бар. Бұл көне таза күміс, салмағын білмеймін, зергерге алып барып өлшетіп зерттеп алсам ба деген ойым бар. Көне жәдігер болғандықтан оюлары қажалып, тегістеліп кеткен. Өздеріңіз көріп отырғандай қанша қиыншылық көргені, көз жас көргені, ұрпақтан ұрпаққа берілгені осы зерімен көрінеді. Бала күнімде анам бұл білезікті тағып жүріп, киіздің шетіне ысып алып, қайтадан тағатын. Солай тазалайтын әдісі болатын. Үсті тазалау әдісі өте көп. Таза қолдан жасалған киізге, текеметке ысып алып тақса, бұл тіптен жылтырап кететін. Менің бұл білезікті тазаламағаныма біраз болды. Күнделікті тақпаймын, тек мейрам кезінде тағамын. Сондай-ақ әруақтардан қолдау күткенде көмек сұрап, ырымдап тағып алып жүретінім бар. Ниетің дұрыс, таза болса, әруақтар әрқашанда қолдайды. Сондықтан сіздерде де осындай жәдігер әжелеріңізден қалса, тастамай, сыйлыққа бермей, сатып жібермей тағып жүрсеңіздер, әруақтардан сіздерге бұл өте мықты күш қуат болады. Себебі бұл білезік ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Ұрпақ үзілмесін, жалғасын тапсын, бұл қыздарымыз көп болсын деген ырыммен беріліп отырады. Мұндай жәдігерді иелену бұл қасиет. Әруақтардың ұрпақты қолдады деген сөзі. Күміс бұйымының адам ағзасына өте пайдалы екенін білесіздер. Күміс тазалықтың белгісі. Сәбилерді қырқынан шығарғанда күміс салынған сумен шомылдырады, күміс тиындар таратады. Бұл ырымның бәрі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қасиет. Менің де арманым, қызым ержеткенде, балалы болғанда, мен немерелі болғанда осы білезікті қызыма тарту етіп, ұрпағың жалғасын деп батамды беріп, аяулы әжеге, анаға айналып отыруды жазсын деп әруақтардан әрдайым тілеймін. Нұрымды қыздарымыз көп болсын, аяулы ана, әже атаныңыздар, ата-бабаларымыз қорғап, қоршап жүрсін. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.